көрді, шанасын көрді, қызын алды, тура қаламқас шешеміз қандай қарақат сондай болды. Жаңа мына жерде сөйлеп тұрған мен апам Қыдырәлінің арқасында деген сөзді біреуіңіз байқадыңыз, біреуіңіз байқамадыңыз. Не деген даналық. Болып атқан Күлкібай атамыздың асы, бірақ күйеу баласынан көрсетіп отқан құрмет ерекше, өйткені қазақта еркектің аты бәрі еркек. Қыдырәлінің арқасында деп сөйлеудің ар жағында Қыдырәліға деген үлкен құрмет жатыр. Мен Қыдырәлінің досы болғандықтан емес, мен Қарақаттың бір жағынан ағасымын. Бірақ елге таңдайым қосылып, қазақ өнеріне қаншама өзінің үлесін қосты. Ұйымдастырушылық қабілетімен, өзінің әншілік қабілетімен, музыкалық қабілетімен, басқа да қабілеттермен қаншама қазақ руханиятына үлес қоссын деп Қыдырәлі Қарақат. Енді бүгін үлгі қылып жатсыңдар. Мына Құран өзің аяулы, Қыдырәлінің қыдеке деп бағасын білген, осындай бір керемет, осындай менің сендей қарындасым барымыз біз мақтанамыз. Қабыл болсын. Өліне еске алып, өлген адам болады, көзден тұрса, өлдіртке ешкім оны еске алмаса, шәкәрім айтады ғой. Шынында біз еске алмаса, біз дұға қылмаса, тарихтың қойнауында кете береді екен. Жаңа әкемізді көріп отырып, талай нәрсе еске түсіп отыр, бір топырақтың адамымыз ғой. Баяғыда 5 маршалда отыратын, алсайтын 5 шалып отыр, қияқ. Отырған елге ақыл айтқан ғой, сол жұрт жергілікті 5 маршал деп қойып тастаған. Сол 5 маршалдан қалған генерал, полковник тұяқтар ғой жаңа әкеміз. Өзінің ызбарынан байқап отырған шығарсыздар. Сол мыс, сол тектілік, сол жақсылық ұрпақтан Бекболаттардан, мен емес, кіші Бекболаттардан жалғасын тапсын. Аллаху акбар, субханаллахи ашһаду келіп жатыр. Берекелі болсын. Тура сол айда беріп жатқан ауылдастардың Алла қабыл қылсын. Алла не берсе де қайырмен берсін. Сөйлей беруге болғанмен енді кісілерге уақыт тарауып бар болғандықтан басқа өзімше тұжырып сөйлеген болып жатырмын. Қыдырәлі, Алла разы болсын. Жігіт сендей ақ болсын. Абай айтады ғой, әйелің сені сүйсе, сен оны сүй, қожаң суық келеді, кейіс асықпайды. Әйеліне сәл-пәл бірдеңесі асыңқырап кетсе, қожаң суық келді, соны бір кемшілік көріп қалған емес, қолына баптарын құстайға ұшырып біздің қарындасымызды осындай дәрежеге жеткізгенде жаңа апам айтпақшы, сенің үлесің бұл жерде. Сенің үлесіңді ағасы ретінде, басқасы ретінде Қыдырәлі, әуел азамат ретінде саған біз рахмет айтамыз. Әкеміздің өмірден өткеніне 20 жыл және тірі болған кезде дәл бүгін 23-ші Құран оқытылып, кеш бар. Енді Қыдырәлінің ағасы ретінде, Болман ақынның ауылының баласы ретінде, Қыдырәлінің бойында бұл қасиет қайдан келгенін білсек, бүгін жаңа Күлкібай ақсақал мен Қаламқас анамыздың әңгімесін естіп, ұлағатты сөздерін естіген соң, бәріміз сыртынан риза болып жүретін, Қыдырәлінің барлық туысы риза болып жүретін, біздің келініміз Қарақаттың бойындағы осы ғажап қасиеттер өнерден басқа қосып алғандар қайдан шыққанын, терең тамырын жақсы түсінгендей болды. Сондықтан да бүгін бір ғажап бас қосу, ғажап бір ғанибет отырыс осы ұзағынан болсын. Қыдырәлі, Қарақат, сіздер халыққа абыройлы қызмет жасап жүрсіздер. Сіздер жүздеген мың жастарға үлгісіздер. Отбасылық дуэт ретінде де оқытып жатсыздар, оқыған құрандарыңыз қабыл болсын. Осы атама Алладан бала тілегенде артымды жоқтатпаса екен, ертең Алланың алдына қайтқан кезде артымнан Құран оқытып іздеуші бар деген сөзді айтқысы екен деп армандайды екен. Сол арманын орындап жатырсыздар. Алдыңғы буын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезекпенен өлілер баяғыдай көрінер деп Хакім Абайдың өзі айтқандай, уақыттан жылдам, уақыттан жүрдек ештеңе жоқ. Қарақат, Түкем нағашымыздың Алланың алдына қайтқанына да 20 жыл болған екен, күні кешегі секілді. Расында да бағана Иранғайыпменен кездесіп қалып сұраған кезде айтып жатырмын. Күлкібай ақсақал үлкен қазыналы қариялықтың жүгін көтеріп кеткен кісі еді деп жатырмын. Жақсы адам қартайса қазына болады, ақылсыз адам қартайса. Егер 8 қызым бір төбе, кенжекейім бір төбе демекші, осы өмірінің кейінгі жылдарында
сол Түлкібай нағашымызбенен қаламқас тәте өзіңнің өнеріңе мағұрланып, сені ән айтқан сайын ол кісілердің өмір ғұмыр жасы ұзарды деп ойлаймын. Сен Алаштың алақанында елдің еркесі болып, қазақ өнерінің көгіне қанат қаққан кезде ол кісілерден бақытты адам болған жоқ шығар. Сол ата-ананың аманатын, ата-ананың үлкен парызын ақтап келе жатсыңдар. Жаңа бейнефильмнің ішінде Түлкібай ағамыз сөйлеп отырып, арасында күйеу баланы алыстатуға болмайды, күйеу балада бір балам деді ғой. Сол айтқандай, Қыдырәлі, сіз сол ата енеңіздің балам деген сөзін ақтап келе жатырсыз. Жаңа өзің сұхбатында да айттың, сол ата енеңе деген көңіл құрметіңнің бір белгісі бүгін Білімнің мейрамханасында бүгін тағы да біздің бір қуанышымыз. Бүгінгі қуаныш енді жөні бөлек, әкемнің асы. Әрине осы жердің дастарханы өте дәмді болған соң, ішінде уют, жарық, қонағында